Қайырлы күн. Рухани қазына 2024 республикалық конкурсына қатысушы әріптестер. 2022 жылғы 8 маусымда Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып жаңадан құрылып, өз оқырмандарына сапалы да тиімді қызмет көрсетуде. Қазіргі таңда Жетісу облысы бойынша мемлекеттік жүйедегі кітапханалар саны 148. Оның ішінде 1 облыстық, 6 қалалық, 8 аудандық, 8 балалар, 125 ауылдық кітапхана бар. Кітап оқуға деген қызығушылықты қолдау қоғамның зияткерлік әлеуетін арттыру мақсатында ұйымдастырылған Республикалық Кітап Тайм 2022, Кітап Тайм 2023, Кітап Фест 2023 кітап фестивальдеріне Жетісу облысы кітапханаларда атсалысты. Баршаңызға белгілі 5 жылға қабылданған үлкен жобалардың бірі де бірегейі ұлттық оқитын ұлт жобасы аясында көптеген шаралар атқарылып, оқырмандардың қызығушылықтары артып, қамтылуы жоғары көрсеткішті көрсетуде. Осы жоба аясында Қазақстан Республикасы Академиялық кітапханасының ұйымдастыруымен жастармен оқуға құштар жас республикалық кітап оқу байқауына Жетісу облысы Алакөл ауданының оқырманы 1-ші орынды иеленсе, балалар арасында Шәкәрім оқулар республикалық байқауында Панфилов ауданының оқырманы 3-ші орынды қанжығалады. Жетісу облысының әдеби-мәдени құндылықтарын дәріптеу мақсатында 2006 жылдан бастап облыс әкімінің қолдауымен жарыққа шыққан ақын жазушылар, композиторлар мен суретшілердің шығармаларын республика көлемінде насихаттауда Жетісу кітап керуені жобасы Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасында бастау алып, 500 дана кітаптарын сыйға беріліп, сонымен қатар Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасына 500 данасы тарту етілді. Бұл жоба Жетісу облысы кітапханалары арасында да жалғасын тапты. Сонымен қатар, туған жерге тағзым жобасы аясында өлкетану бағыты бойынша мерейтой иелерінің өмірі мен еңбектерін насихаттау мақсатында жазушы, детектив жанрының негізін қалаушы Кемел Тоқаевтың 100 жылдық мерейтойына орай қалың ел оқыған қаламгер жазушы Кемел Тоқаев атты оқырман конференциясы мен Жетісу детектив шығармалар атты облыстық байқау өтті. Сарқан аудандық кітапханасында композитор, қоғам қайраткері, КСРО халық әртісі Мұқан Төлебаевтың туғанына 110 жыл толуына орай қазақ музыкасының бәйтерегі және Ақсу аудандық кітапханасында қоғам қайраткері, ақын, ағартушы Біләл Сүлейұлының туғанына 130 жыл толуына орай ұлт мұратын ұлықтаған тұлға атты зиялы қауым және ұрпақтарының қатысуымен облыстық ғылыми-танымдық конференциялар өтті. Кітап оқу мен кітапханаларды қолдау, кітапхана қорын әдебиеттермен толықтыру мақсатында 2024 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасының Жетісу Букфайр атты кітап жәрмеңкесі ұйымдастырылып, қызығушылық танытқан оқырмандарға 200-ден астам кітап қолжетімді болса, Жетісу облысы әкімінің қолдауымен 13 автордың 4600 дана кітаптары жарыққа шығып, тұсауы кесілді. Оқырмандардың оқуы мен сөйлеу мәдениетін арттыру мақсатында әдебиет ұлтжанның айнасы облыстық жобасы аясында Мұқағали, Шәкәрім, Мағжан оқулары мен тарих ғасырлар куәсі атты байқаулар ұйымдастырылса, әсіресе жастармен кешкі кітапхана шарасы 2-7-де 1 рет ұйымдастырылып, жас оқырмандардың саны артуда. Сондай-ақ кітапты көп оқыған үздік оқырмандарды анықтау мақсатында үздік оқырман, үздік ардагер оқырман, ең белсенді жас оқырман 3 номинация бойынша анықталады. Заман талабына сай мамандардың жан-жақты кәсіби білімін жетілдіруде заманауи кітапханашы болу заман талабы. Облыстық семинар тренинг ұйымдастырылса, ауылым алтын бесігім жылдың үздік жас кітапханашысы 2023 облыстық байқаулары өтіп, өз бақтарын сынады. Осы орайда Талдықорған қаласының орталық балалар кітапханасының кітапханашысы Ынтымақ Сұңқар жүлделі орынға ие болып, Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында өткен жылдың үздік жас кітапханашысы 2023 республикалық байқауында жеңімпаз атанды. Кітап өз оқырманын таңдамайды. Қоғамнан тыс қалдырмау мақсатында 2023 жылы зағип және нашар көретін азаматтарға қызмет көрсетуде ескелді Панфилов аудандық кітапханаларында арнайы құрылғылармен жабдықталған бұрыш ашылып, 3 штат берілді. Аталмыш бұрышты облысымызға қарасты басқа аудандарда да ашу жоспарлануда. Кітапхананың басты бағыты оқырмандармен жұмыс болғандықтан барлық атқарылып жатқан іс-шаралар кітапхана ісін жарнамалауда, әлеуметтік желілерде насихатталып, нәтижелі жетістіктеріміз мерзімді басылымдар беттерінде жарияланып, облыстық бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетіледі. Назарларыңызға рахмет. Алар асуымыз, жетістіктеріміз, жемісті күндеріміз көп болсын.